Мэй Ин ешқандай қуаныш сезінбеді. Ал Ли Джиян бұған қатты таңғалды. Себебі Мэй Ин болашақта Ли Джияннан кете алмай қалам ба деп қорқатын. Өйткені екеуі әлі де тек келісімшарт бойынша ғана жұбай еді. Ли Джиян Мэй Инге неғұрлым жақсы қараса, Мэй Ин соғұрлым кейін одан ажырау қиын болады деп уайымдайтын. Қолдарында сол келісімшартты неке туралы құжат тұрғаннан кейін Мэй Ин өзін Ли Джиянның өміріндегі шақырылмаған қонақтай ғана сезінетін. Болашақта күліп, абыроймен кете алу үшін Ли Джиян кетпек болған Мэй Инді тоқтатты. Өйткені ол Мэй Иннің жаңа ғана айтқан сөздеріне қатты қуанды. Бұл сөздер Мэй Иннің жүрегінде Ли Джиянның орны бар екенін білдіретін. Артық сөздің қажеті жоқ еді. Ли Джиян осы сәтте Мэй Инді жоғалтқысы келмейтінін әрекетімен дәл көрсеткісі келді. Бұл жолы ол еш ойланбастан Мэй Иннің ерніне тікелей жармасты. Бұрын бұл сезімді қалыптастыру үшін ғана жасалатын. Ал бұл жолы олардың бір-бірін шын сүйетінін айқындаған анық белгі болды. Сол түні Ли Джиян қуанып Мэй Инді құшақтап ұйықтады. Сүйікті жары құшағында жатқанда Ли Джиянның денесі лезде сып құмарлықтан беріліп бара жатты. Дәл Мэй Иннің үстіне жата бергенде баланың атын естіп, амалсыз артқа шегінді. Шыдай алмай кеткен ол жуынатын бөлмеге барып, мұздай сумен денесін басуға мәжбүр болды. Келесі күндері Ли Джиян мен Мэй Ин бақытты отбасылық өмірді бастады. Екеуі айырылмастай болып, алдағы туған баласымен бірге болатын жарқын болашақты күліп армандайтын. Бірақ Мэй Ин әдейі ме, таңертең ерте душқа түсіп, тек сүлгімен оранып, Ли Джиянның алдында жүре беретін. Өзін үнемі тежеп жүрген Ли Джиянның ұстамын тағы бір сынағандай, ол шыдамай өзін әрең тоқтады. Мэй Инді шын сүйіп қалған Ли Джиян бір маңызды нәрсені ұмытып кетті. Неке туралы келісім шартты. Осы құжатты жоймағаны оның өгей анасына Ли Джиянды күйретуге мүмкіндік берді. Өгей анасы бір күні кездейсоқ Ли Джиянның құпия бөлмесін тауып алып, сол жерден неке туралы келісімшарт туралы құжатты көрді. Бұл сәтте ол Ли Джиянды құлататын үлкен мүмкіндікті тапты. Өйткені бұл келісімшарт Ли Джиян мен Мэй Иннің жалған некеде екеніне тікелей дәлел болатын. Яғни ол шын мәнінде отбасының жалғыз мұрагері үшін ғана жасалған амал еді. Ли Джиян мен Мэй Ин қанша түсіндірсе де, оларды ешкім тыңдамады. Мэй Ин қанша ақталса да, отбасы мүшелері үшін ол бәрібір ақша үшін жалған некеге тұрған әйел болып қала берді. Мэй Иннің анасы да бұл жағдайды естіп, қызын одан әрі таптатпау үшін бірден алып кетті. Ли Джиянға қызымның таза жүрегін жараладың деп қатты ұрысты. Екі ғашық осылай мәжбүрлі түрде айырылды. Оның үстіне дәл бүгін Ли Джиян мен Мэй Иннің туған күні. Екеуінің туған күні бір күнде еді. Ашуға булыққан әжесі есінен танып құлап қалды. Ли Джиян қандай жағдай болса да Мэй Инді аман-есен қайта алып келемін деп ант берді. Сол уақытта Шилода Ли Джиян мен Мэй Иннің жалған некеде екенін естіп қойды. Бір кезде Ли Джиянды жіберіп алған ол бұл жолы қателікті қайталамауға бекінді. Шетелге кету жоспарын тастады. Дәл осы кезде Ли Джиян Мэй Инмен кездесуді жоспарлады. Бүгін қандай жағдай болса да, екеуі туған күнін бірге өткізуі керек еді. Бірақ Цзютай бұған қарсы болды. Өйткені Ли Джиян егер компанияның акционерлер жиналысына бармаса, оны президенттік қызметтен босататын. Бірақ Ли Джиян оған мән берген жоқ. Ол үшін бүгін Мэй Инге туған күнімен деп өз аузымен айту бәрінен маңызды еді. Мэй Ин келісілген жерде Ли Джиянды бақытты жүзбен күтті. Бірақ күн батып қалғанша келмеді. Оның орнына келген адам Даниэль болды. Даниэль Мэй Инді аяп, Ли Джиян үшін өзін ары қарай құрбан қылмауын өтінді. Мэй Иннің ойына да келмегені, Ли Джиян жолда жүріп кенет есінен танып құлап, ауруханаға жедел жеткізіліп, сондықтан кездесуге келе алмаған еді. Ұзақ емнен кейін Ли Джиян есін жиды. Көзіне бірінші түскен адам асығыс жеткен Шила болды. Бұл бай әулетте бір қарғыс бар еді. Әулеттің негізгі тізбегіндегі ер адамдардың көбі 30 жасқа жетпей қайтыс болатын. Тек 22 ұрпақта ғана 33 жасқа дейін өмір сүрген біреуі бар. Бірақ ол да күн сайын осы қарғыстың қайта соғуынан қорқып өмір сүрген. Дәрігерлер 40 жасқа дейін шыдаса, өмірі ұзаратынын айтатын. Дәл осы себептен Ли әулеті Ли Джиянға тез арада үйленіп, ұрпақ қалдыруды талап еткен. Олар отбасылық қан желісінің үзілуінен қатты қорқатын. Бірақ сол қарғыс бәрібір Ли Джиянға жетті. Ол Мэй Инмен туған күнге бармақ болған сәтте айықпас аурудың алғашқы белгілері ұстап қалды. Алғашқы шабуыл оның өмірін алмай қалғанымен есін жоғалттырды. Оның есі тек бірнеше ай бұрын Макаода Шилоға ұсыныс жасамақ болған күнге дейін ғана сақталып қалған еді. Яғни Ли Джиян Мэй Инмен арадағы барлық сезімдерін түгел ұмытты. Ли әулетінің бұл қарғысы медицинада Хантингтон ауруы деп аталады. Әдетте 30-40 жас арасында беретін тұқым қуалайтын ауру. Есте сақтау жоғалуы соның негізгі белгілерінің бірі. Енді барлығы Ли Джиянға ауру қайта шабуыл жасамасын деп дұға етуден басқа амалсыз. Әйтпесе болашақта оны тек суреттерден ғана көретін болады. Мұндай жағдай Шилоны бір жағынан күйзелтсе, бір жағынан қуантты. Өйткені Ли Джиян қайтадан өткендегі оны жақсы көретін қалпына оралды. Бірақ бұл махаббатты ол қанша уақыт ұстап тұра алады белгісіз. Мэй Ин бұл жаңалықты ести сала ауруханаға асыға жетті. Бірақ келіп қалғанда Шило мен Ли Джиянның құшақтасып тұрғанын көріп, жүрегі жараланды. Келесі сәтте Мэй Инге ғашық болғанын ұмытқан Ли Джиян, оның жасқа толы көзіне қарамастан қасынан үнсіз өтіп кете барды. Мэй Ин мен Даниэль не болып жатқанын түсінбей тұрғанда, Ли Джиян Мэй Инді таныды. Бірақ оның жұмсақ жадында Мэй Ин тек Макаода ит қуып жүргенде көрген адам ретінде ғана қалып қойған. Ли Джиян олардың арасында бір түрлі тағдыр байланысы бар екеніне таң қалды. Кейін Мэй Ин Шилодан Ли Джиянның есін жоғалтқанын естіді. Екеуінің некелескенінде махаббаттарын да түгел ұмытқан. Шило Мэй Инге Ли Джиянның қасына мүлде жоламауын өтінді. Себебі оны зорлап есін қайтаруға тырысу өміріне қауіп төндіреді. Мэй Ин Ли әулетінің бұл тұқым қуалайтын ауруын бұрыннан білетін. Сондықтан Ли Джиянның амандығы үшін Шило айтқанын қабылдауға мәжбүр болды. Шило бұл мүмкіндікті пайдаланып, қайтадан Ли Джиянның өміріне кірді. Өйткені Ли Джиянның есінде ол Макаодағы сол ұсыныс қабылданған деп ойлайтын. Ал Шило оны шын мәнінде тастап кеткенін айтпады. Өйткені ол әлі де өзін Ли Джиянның заңды жары санайтын.
Мэй Ин ауруханада дәрігерден Ли Джиянның жағдайын сұрап тұрғанда, дәрігер оның қатты уайымдауына болмайтынын, әйтпесе жүкті әйелдің денсаулығына зиян келетінін айтты. Дәл осы кезде Ли Джиян кезіп жүріп кіріп келді. Мэй Инді көре сала тағы да олардың тағдырлас екенін айтып күлді. Бірақ өзінің жеке дәрігерін Мэй Инмен бірге өзінің құпия медициналық деректеріне қарап отырғанын көргенде, дәрігерді бірден заң бұздың деп кінәлай бастады. Бұл жеке ақпаратты жария етуге дәрігерде амал қалмады. Кенет ойына келіп, Мэй Инді өзінің жаңа хатшысы деп өтірік айтуға мәжбүр болды. Сондықтан Мэй Ин оның денсаулығын уайымдап келген сияқты етіп көрсетті. Бұл өтірік Мэй Инге қатты ұнады. Осылайша ол Ли Джиянның жанында қалып, оған қамқорлық жасай алады. Бірақ Ли Джиян неге екенін түсіне алмады. Екеуін тек бір рет ит қуды. Сонда қалай ол оның хатшысы болып шықты? Мэй Ин амалсыз өтірік айтып түсіндірді. Сіз менің тез жүгіретінімді, жұмысымды ширақ істейтінімді көріп, сондықтан хатшыңыз етіп алғансыз деді. Осындай түсініксіз, қисынсыз себеп болса да, Цзютай мырзаның көмегімен ғана Ли Джиян өзі тағы да бір ақымақтық жасағанына сенуге мәжбүр болды. Ал Шило бұған қатты ашуланды. Мэй Ин неге келісім бойынша Ли Джияннан алыстамағанын ашық айтады. Бұл жолы Мэй Ин шегінбеді. Себебі ол жаңа ғана Цзютайдың аузынан естіді. Ли Джиян бас директор лауазымынан бас тартып болса да, оның туған күнін бірге өткізу үшін келе жатқан жолда ауырып, есінен танып қалған. Сондықтан қазір хатшы ретінде қасында бола алатын Мэй Ин Ли Джиянға жақсылап қарауға бел буды. Шило мұны естіген одан бетер ашуланып, Мэй Ин мен Ли Джиян тек бала үшін ғана келісім шартты некеде тұрғанын, енді жалғастыруға еш негіз жоқ екенін айтты. Бірақ Мэй Ин мызғымай тұрды. Тіпті жалғастырмай-ақ қойсын. Бәрібір Ли Джиян есін жиған соң ғана шешім қабылдануы керек. Ли Джиян мен талай қиындық пен сезімнен өткен Мэй Ин бұл жолы бұрынғыдай жақсы ниетпен бас тартпайды. Енді ол өзінде, баласында Ли Джиянды да қорғауға бел буған. Бірақ бұл соғыс ұзақ әрі ауыр болатыны анық еді. Даниэль Мэй Ин үшін қатты қиналды. Неге әрдайым сол жігітке бола мұндай мейірімді, әдемі қыз жаралануы керек? Даниэль де ештеңе істей алмай, оны қалай қорғауды білмеді. Ли Джиян өзінің дерті кез келген уақытта өмірін қиып кетуі мүмкін екенін білгендіктен, артында қалатын адамдар үшін уайымдай бастады. Өзі өлсе, әжесі, Шило және бауырындай көретін Цзютай не болады деп ойлады. Бірақ бір түрлі сезім мазасын алды. Дәл бір маңызды адамды ойлап таба алмай тұрғандай, бірақ оның кім екенін есіне түсіре алмады. Содан соң телефонын ақтарып отырып, Улу деп белгіленген нөмірді көрді. Қызыққаннан бірден хабарласты. Трубканы көтерген Мэй Ин еді. Ли Джиян одан бетер таң қалды. Қалайша ол хатшысына осындай лақап ат қойған? Содан соң ол соңғы жаңалықтарды қарауға кірісті. Сөйтіп өзімен Мэй Ин туралы бала үшін келісім шартты некеде тұр деген өсек ғайбатты көрді. Осы кезде ол Мэй Ин деген хатшысымен қандай қарым-қатынаста екенін түсінді. Сенер-сенбесін білмей қалды. Ол өзін түсіне алмады. Мәңгілікке сүйемін деп жүрген Шилоны қалдырып, Мэй Инді қалайша жүкті қалдыра алады? Қазір Ли Джиян дәл сол баяғы Мэй Ин жүкті екенін алғаш естіген кездегідей, оған мүлде сезімсіз. Сондықтан желідегі сөздерге сеніп, Мэй Ин ақша үшін ғана келісім шартты некеге тұрған деп ойлады. Сол сәттен бастап ол Мэй Инді менсінбей қалды. Алайда олардың бақытты сәттерін жазып тұрған заттар жоғалмайды. Үйге оралғанда балалар үшін алдын ала дайындалған заттарды көріп таңғалды. Соңында Мэй Ин жазған бақыт күнделігін ашып оқығанда көзіне жас тығылды. Жүрегі Мэй Ин үшін белгісіз бір ауырлықпен шымырлады. Ертесі компанияға барғанда, Шила екеуінің суретін үстелге қайта қоюды талап етті. Ли Джиян суреттерді алған кезде, астынан бір кәмпит таяқшасы түсіп қалды. Оны қолына алған сәтте жоғалған бір естелік жарқ етіп санасына оралды. Шилоның оны жолықпай күттіріп қойған сәті. Осы кезде ол Шиламен шын мәнінде ешқашан сәтті құдаласпағанын түсінді. Бірақ дәл сол сәтте тағы бір жүректі тілімдеген бұлыңғыр естелікте орала бастады. Кәмпитті ұстап, бірден сыртқа қарай жүгірді. Кей адамдарды бір рет жоғалтсаң, өмір бойы таба алмайсың деген сөз дәл қазір дәлме-дәл келді. Оның қолындағы сол кәмпит Мэй Иннің Макаода оған берген сыйы еді. Түрлі әсерлердің жиынтығы, ақыры оның жоғалған естеліктерін қайта тірілтті. Мэй Инмен бірге өткізген бақытты сәттер бірінен соң бірі есіне орала бастады. Ли Джиян еңіреп жылап, 3 жасар баладай Мэй Инге қарай бар жылдамдықпен аттанды. Ол енді анық білді. Тіпті есін жоғалтқан күннің өзінде жүрегінің тереңінде Мэй Инге деген байланыс үзілмеген. Алайда Мэй Инді көрген сәтте, ол бірінші болып құшағына жүгірмеді. Қайта алыстан қарап тұрған бойы ауыр шешім қабылдауға тырысты. Соңында жүректе төзгісіз ауырлық болса да үнсіз бұрылып кетіп қалды. Сосын дереу өз дәрігеріне барып, есінен тану мен жады жоғалту шынымен де тұқым қуалайтын қысқа ғұмыр дертінің белгісі ме деп сұрады. Дәрігер оның әкесі, атасы және бабалары бәрі дерті қозғалар алдында дәл осындай есте сақтау қабілеті жоғалатын кезеңдерден өткенін айтты. Мұны естіген Ли Джиянның жүрегі суып кетті. Ол өмірінен емес, артында қалатын жандардың тағдырынан қатты қорықты. Мэй Ин, баласы, әжесі, оларсыз ол өмір сүре алмайды. Адамның жүрегінде сүйгені болса, ол енді өз өмірі үшін емес, солар үшін өмір сүреді. Сол күні Мэй Ин әдеттегідей пренатал сабағына келді. Ли Джиян жоқ болған соң, ол баласына әкесінің дауысын салып, өзі сөйлеп үйретіп жүр. Оның ерекше көңілді дауысы тіпті мұғалімді де күлдірді. Сол кезде Ли Джиян да есте жоғалтқан күйі сабаққа келді. Себебі ол әкелік міндетін орындағысы келді. Бұл Мэй Иннің жүрегін ерекше қуанышқа бөледі. Ли Джиян Мэй Иннен баласына арнап тілек жазуды сұрады. Өмір қысқа, әр күнді бағала, ауырма, шаршама, денсаулыққа пайдалы не бар, соны жи, іш, көлікке абай бол, өртке абай бол. Мұны естіген Мэй Ин таңғалып қалды. Әңгімелесу барысында Ли Джиян арнайы өзі Мэй Инді ренжіткен кезі болды ма, жылатқан кезі бар ма деп сұрады. Ол өзінің шынымен Мэй Инді жараламағанын білгісі келді. Мэй Ин ешқашан ренжіткен жоқ. Қайта керісінше, сіз мені бұрынғы әлсіз қыздан берік сүйетін қызға айналдырдыңыз деді. Бұл сөз Ли Джиянның жүрегін тіліп өтті. Егер мен өлмейтін болсам, сені өмір бойы қорғаштап өтер едім деп ойлады. Бірақ ажал оған тым жақын екенін сезген сайын, ол тек шегіне берді. Сондықтан ол Мэй Инге айтқан ақылында, адамның жанында мәңгі бірге жүретін жан болмайды. Соңында бәрібір өзі жалғыз жүру керек болады деді. Мэй Ин оған туған күнге арнап дайындап үлгермеген сыйлығын әкелді. Үстінде Ли Джиянның суреті бар.
Бұл көрініс Ли Жиянды жылатып жіберердей етіп толқытты. Әлемге деген махаббаты артқан сайын, одан айырылу қорқынышы да күшейіп бара жатты. Сондықтан ешкім өзіне байланысты зардап шекпесін деп, ол ауыр шешім қабылдауға мәжбүр болды. Алдымен Шиломен ресми түрде қоштасты. Сосын Мэй Инмен ажырасу туралы келісім жазды. Балаларды Мэй Инге қалдырып, өлгеннен кейін мұрасының жартысын Мэй Инмен балаға өткізетінін жазып қойды. Бәрін реттеген соң, ол Мэй Инге ажырасатынын айтты. Кесені қайтарып берді. Қатыге сөздер айтып, баламен бірге тезірек кетуін талап етті. Екеуі де ішкі жарасын жасырып, бір-біріне жақсы тілектер айтып қоштасты. Мэй Ин сыртқа беттегенде, Ли Жиян артынан қатты дауыстап шақырды. Сол сәтте Мэй Ин тоқтай қалды. Ли Жиян айтқан сөзді ол Макаода оған дәл солай айтқан еді. Осылайша Мэй Ин бәрін түсінді. Ли Жиян есін толықтай қайта тапқан. Сөйтіп тез бұрылып, оның атын шақырды. Ал Ли Жиян болса, оның үнін естісе де, бұрылмауға тырысты. Бір рет бұрылса, енді мүлде кете алмайтынын білді. Бірақ оның бұл бұрылмауы әлдеқайда ауыр қайғыға әкелді. Артқа бұрылғанда бәрі тым кеш еді. Мэй Инді көлік қағып кетті. Дәрігерлер Мэй Инге ота жасады. Оның өмірі аман қалды. Бірақ ішіндегі бала бұл дүниеге енді ешқашан келмейтін болды. Мэй Ин жанын қоярға жер таппай азапқа түсті. Ли Жиян ата-анасының рухына барып, өзінің ғұмырында бір-ақ рет шын сүйіп, ешқашан айырылғысы келмеген әйел туралы айтып жылап тұрды. Бірақ әкесіне қарап, мен олай ете алмаймын деді. Өйткені әкесі де есінен танған кезінде басқа әйелмен болып, шешесі жүрегі шыдамай қайтыс болған еді. Ол өзінің сол тағдырды қайталай ма деп қорқады. Сондықтан трагедия орын алмай тұрғанда кетуге мәжбүр болды. Сүйгені үшін жасай алатын соңғы жақсылығы осы еді. Баласынан айырылса да, Мэй Ин тез есін жиып, ендігі қадам есін қайтарған Ли Жиян шынымен ажырасқысы келе ме, соны анықтау екенін түсінді. Мэй Ин бірінші болып, ол сезімді қайта бастауға болатынын айтты. Ли Жиян оны қабылдай жаздады. Бірақ ақыл ойы сезімін жеңіп, бас тартты. Мұны естіген Мэй Ин енді жалынып ұстап қалмады. Ажырасу келісімі мен неке сақинасын қалдырып, ештеңе болмағандай кетіп қалды. Бірақ үйіне оралғанда Ли Жиянмен болған әдемі сәттерді көріп, аңырап жылады. Әжесі Мэй Инді шығарып сала отырып қимай көз жасын төкті. Құпия бөлмеде Ли Жиян Шилоны ұмытқандай, Мэй Инмен балаға қатысты барлық естеліктерді жасырып қойды. Мэй Ин Дэннимен бірге шетелге барып, сурет өнерін жалғастырып, жанын емдеуге шешім қабылдады. Мұны естіген Ли Жиян әуежайға асығып, соңғы рет сүйген әйелін көргісі келді. Бірақ үлгермеді. Уақыт зулап 3 жыл өтті. Ли Жиян өлмеді, тірі қалды. Тек өзін басқа адамдай сезініп кеткен. Ол да шетелден келген сәтте қара көзілдірікті әйелдің қасынан өтті. Жүрегі әлде нені сезгендей, бұрылып қарағанда ол Мэй Ин еді. Ол да дәл бүгін елге оралған екен. Өзін өледі деп ойлаған Ли Жиян сүйген әйелінен бас тартты. Бірақ 3 жыл өтсе де өлмей, қысқа ғұмыр дерті де тыныш жатып, 40 жасқа дейін осылай өтсе, аман қала алатын еді. 3 жыл бойы Ли Жиян күн сайын Мэй Инді сағынды. Сол себепті әжесінің айтқан құдалықтарға да бармады. Әже келін таңдағанда Мэй Инді өлшеметіп алады. Бірақ ондай әйел сирек кездеседі. Әжесі Ли Жиянға саяхатқа шығып, өткендегі сияқты кездейсоқ бір жағдай туып, тағы да жүкті келінді алып келсе екен деп тілейді. Ал дәл осы кезде Ли Жиян Шиломен кездесіп жүр. Шило 3 жыл бұрын Ли Жиян үшін балеттен бас тартқан еді. Бірақ ол кезде бәрі кеш болған. Қазір ол мұғалім болып жұмыс істейді. Ли Жиян Шилоны тек ескі таныс, ең жақын дос ретінде қарады. Бұрынғы шәкірті оған алқа сыйлап, Шило Ли Жияннан оны тағып беруін өтінді. Дәл сол сәтте елге оралған Мэй Ин осы көріністі көріп қалды. Бұл көрініс оны Ли Жиян қайтадан алғашқы махаббатына оралды деп ойлатты. Енді Мэй Ин Дэннидің көмегімен белгілі суретшіге айналды. Ол туған елінде көрме өткізгелі келді. Әңгіме барысында Мэй Ин көңілсіздеу болып, анда-санда Ли Жиянға көз тастады. Бірақ Ли Жиян оны байқамады. Олардың сезімдері үзілгенімен, Ли Жиян Мэй Иннің анасымен қарым-қатынасты үзбеген. Үнемі ұлы ретінде халін сұрап келетін, ал шындығында Мэй Инді көру үшін келетін. Ол Мэй Ин көрме өткізгелі жатқанын естіп, барлық жұмысын тастап көрмеге келді. Ол бастапқыда 2006 нөмірлі бөлмені брондады, бірақ қателікпен 2009 бөлмеге орналасуға мәжбүр болды. Бұл екі бөлме олардың Макаода алғаш кездескен нөмірлерімен дәл бірдей, әрі қарама-қарсы орналасқан. Ал 2006 нөмерді алған Мэй Иннің өзі. Ол кірер алдында есік нөмірі қозғалмай ма деп тексерді. Қозғалмайтынына көзі жеткен. Соң ғана жайғасты. Демек Макаодағы оқиға қайталана ма? Мэй Иннің көрмесі басталды. Ал Ли Жиян бару-бармауды білмей сеңделді. Ол Мэй Инді көргісі келеді, бірақ көруден қорқады. Келген соң ол ұрыдай сығалап кірді. Ганнел жіберген гүл шоқтары бірінші орында тұрғанын көріп, қызғаныштан іші күйіп кетті. Дереу телефон шалып, өзі де гүл жіберуді бұйырды. Гүл келді, бірақ оның гүлі соңғы орынға қойылғаны оны одан бетер ашуландырды. Ли Жиян гүл шоқшасын ұстап бірінші орынға келді. Сол орын тек оның өзіне тиесілі болуы керек. Одан кейін Ли Жиян ұқыпты түрде залға кірді. Оңайлықпен Мэй Инді көрді. Мэй Ин бұрынғыдан да тартымды болып кеткеніне таң қалды. Бірақ жүрегінде бір түрлі реніш пайда болды. Сол Дэнни неге Мэй Иннің жанында үнемі жүріп, сонша жарқын күліп жатыр? Бұл қаржылық қауымның президентіне де таң қалуға тұрарлық. Ли Жиян Мэй Иннің картиналарын қорғап, басқалар бүлдірмеуін қалады. Сол кезде ол кішкентай қыздың портретін көріп таң қалды. Бұл өзінің иддагдан емес пе? Дереу қызметкерлерді шақырып, бұл суретті қазірден сатып алу керек деп талап етті. Алайда қызметкерлер бұл сурет Мэй Иннің көрмеге арналған емес екенін білмеді. Хабарланбағандықтан қазір сурет сатылып кеткен. Бұл сурет Мэй Ин үшін өте маңызды. Қызметкерлерден сатып алған адамның байланыс ақпаратын алып, кешке қоңырау шалды. Ли Жиян Мэй Иннің даусын естіген соң, ол қонақ үйдегі демалыс пен шараларға келді. Бірден Мэй Ин мен Дэнниді бірге ішіп тойлап жатқанын көрді. Осы 3 жыл ішінде Дэнни Мэй Инге деген қарым-қатынасын бауырмалдықтан махаббатқа өзгертіп қойған. Шын мәнінде бұрын бауырмал болып, кейін ашық болған. Бұл Ли Жиянның көңілін қатты қынжылтты. Ли Жиян үнемі Мэй Иннің әңгімелерін тыңдап отырды. Кенеттен біреу Мэй Ин мен Дэнниге үйленуді үгіттейтін сөздер айтты. Ли Жиян тоқтай алмай, ашуланды. Біреу
біреу Денниге Мэй Инді сүюді айтты. Бұл Ли Жиянның сабырын тауысты. Сонда ол тез хабарлама жіберіп, өзін суретті сатып алған адам ретінде таныстырып, Мэй Инді кездесуге шақырды. Шынымен де Мэй Ин хабарламаны көріп, Денниге қоштасып шықты. Ли Жиян Мэй Инмен жүзбе-жүз кездеспеді. Тек хабарламамен сөйлесті. Ол әдейі сұрады: неге бұл сурет Мэй Ин үшін соншалықты маңызды? Мэй Ин жауап берді: бұл оның алғашқы туындысы. Бұл туынды оның үшін отбасындай, артында мәңгі ұмытылмайтын, асыл тастарда ең қымбат, ең жарқыраған естелігі бар. Ли Жиян бірден түсінді. Мэй Ин айтқан ең жарқыраған естелік сол өзі. Ли Жиян бір сәтте көшедегі дәмханадан ішіп отырды. Мэй Иннің сөзі оны қуанышқа да, қиналуға да толтырды. Қуанышы әлі де Мэй Иннің жүрегінде бар екенін сезіну, қайғысы сол жарқыраған естелік Мэй Инге тек ауырсыну әкелген. Ли Жиян Мэй Инге шексіз кінәлі сезінді. Масайып 2006 нөмірлі бөлмеге келді. Өз ойынша ол сол бөлмеде тұрған. Мэй Ин біреу есігін қағып жатқанын естіп қорқып қалды. Ол биік өкшені қолына алып, ең қатты жарақат салатын қырымен ұстады. Әдепсіздік көрсеткен адамға жақсылап сабақ беруге дайындалды.